Сәлем достар. Görüyorsa лайк комментарий жазып, анаға тезіріп кетіңіздер. Пока. Ертеде мақта қыз болыпты. Ол үйін жинап жүріп, жерден өрік тауып алыпты. Өрігін мысығымен бөлісіп жейін деп мысығын шақырыпты. Қанша шақырса да мысығы келмей қойыпты. Сөйтіп өрікті мақта қыз өзі жеп қойыпты. Біраз уақыттан соң мысығы оянып, мақта қызға барыпты. Мақта қыз, неге мені шақырдың? Мен мүйіз тауып алып, құрайын, сен келмеген үшін өзім жеп қойдым. Мақта қыз, неге мені күтпей жеп қоясың, мен сенің қатығыңды төгемін. Одан сенің құйрығыңды жұлып аламын. Мақта қыз, менің құйрығымды қайтар. Қайтама, мен сүтімді қайтам. Жарайды, мен сенің сүтіңді әкеп берем, сен менің құйрығымды қайтар. Мысық жылап жүріп, алдынан сиырды кездестіріп қалады. Сиырға: Сиыр, маған қатық берші, мен мақта қыздың қатығын төгіп алған едім, мақта қыз менің құйрығымды жұлып алды. Маған тақлаға әкеп бер, содан мен саған қатық беремін. Мысық ары жүріп, бері жүріп, ағашты тауып алып, ағашқа айтады: Ағаш, мен мақта қыздың қатығын төгіп алған едім, сиырға барған едім, сиыр маған, сен бірінші маған жапырақ әкеп бер деді. Маған жапырақ берші. Енді маған су әкеп бер, мен саған дапылап беремін. Мысық су іздеп жүргенде алдынан су ұстаған қыздар шығады. Сонда мысық қыздарға: Қыздар, мен мақта қыздың қатығын төгіп алған едім, мақта қыз маған сүт әкеп бер деді. Мен сиырға барған едім, сиыр маған жапырақ әкеп бер деді. Ағашқа барған едім, ағаш маған су әкеп бер деді. Сендер маған су бересіңдер ме? Онда маған сағыз әкеп бер, мен онда саған су беремін. Дүкенші маған сағыз берші, мен мақта қыздың сүтін төгіп алған едім, мақта қыз маған сүт әкеп бер деді. Сиырға барған едім, сиыр маған жапырақ әкеп бер деді. Ағашқа барған едім, ағаш маған су әкеп бер деді. Қыздарға барған едім, қыздар маған сағыз әкеп бер деді. Маған сағыз бересің бе? Маған сағыз берші, мен мақта қыздың қатығын төккен едім, маған мақта қыз сүт әкеп бер деді. Сиырға барған едім, сиыр маған жапырақ әкеп бер деді. Ағашқа барған едім, ағаш маған су әкеп бер деді. Маған жұмыртқа әкеп бер, онда мен саған сағыз беремін. Мысық ойнап жүріп, алдынан тауықтар шығады. Тауық, маған жұмыртқа берші, мен мақта қыздың сүтін төгіп алған едім, мақта қыз маған сүт әкеп бер деді. Сиырға барған едім, сиыр маған жапырақ әкеп бер деді. Ағашқа барған едім, ағаш маған су әкеп бер деді. Қыздарға барған едім, қыздар маған сағыз әкеп бер деді. Дүкеншіге барған едім, дүкенші маған жұмыртқа әкеп бер деді. Маған жұмыртқа берші. Онда маған бидай әкеп бер, онда мен саған жұмыртқа беремін. Мысық дән іздеп жүріп, алдынан тышқан шығады. Тышқан, мен сені жеймін, болмаса маған дән бер. Мысық тауыққа дән береді, тауық мысыққа жұмыртқа береді. Мысық дүкеншіге жұмыртқа береді, дүкенші мысыққа сағыз береді. Мысық қыздарға сағыз әкеп берді, қыздар мысыққа суын береді. Мысық ағашқа су береді, ағаш жапырақтарын береді. Мысық сиырға жапырақ береді, сиыр қатық береді. Мысық, келсінші, енді мен сен құйрығымды қайталамын. Мақта қыз, мен саған қатық әкелдім, сен менің құйрығымды берші, мені кешірші, менің құйрығымды бересің бе? Мен сенің құйрығымды қайталамын, енді итімді беремін. Барлық адам кешірімді болу керек. Осыдан кейін мақта қыз бен мысығы ешқашан ұрсыспапты.